Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ақжол KZ арнасы достар. Бүгін біздер МТА эксклюзив мұта серверіндеміз достар, яғни мұта ойнайтын боламыз. Сіздерге көп рахмет достар, арнаға тіркеліп жатсыздар. Жайлап өсіп келе жатырмыз. Бұл сіздердің арқаларыңыз достар. Аллаға шүкір, дамып келе жатырмыз. Бұл сіздердің арқаларыңыз достар. Бүгін біздер не істейміз? Бүгін біздер ГТР'мізді амал жоқ сататын боламыз достар. Сіздер үшін енді оны сатайын деп жатырмын. Не үшін достар? Бұл енді дрифт функцияны алып тастаған болатын Ернар бауырымыз. Білмедім, менде дрифт қазір несін көрсетпей жатыр, мынандай сандарын көрсету керек еді. Яғни дрифт функциясын алып тастаған ау деймін достар. Сол себептен мен бұны сатайын деп жатырмын. Қазір мен штраф төлейтін жерге келіп тұрмын. Штрафтарын бәрін төлеп, бұның несінен құтылу керек достар. Воу, не деген штрафтар бұл. Воу, достар, бұның штрафтарын құтылдым, енді сату ғана қалды. Және де бүгін өте керемет бір көлік алатын боламыз достар. Бұл сіздерге құпия. Так, мен мұны нету керек, сату керек, штрафтардан бәрін құтылдым. Мінекей достар, не жасамайды, функция жасамайды достар, қараңыздар, мен дрифт істедім. Ал дрифт деген функциясы істеу керек еді достар. Оны алып тастаған секілді, менде жасамай тұр, сол себептен сатамын достар. Так, бұны қайда сатам? Бұны мен базарға сатам, яғни қазір сіздерге көрсететін болам. F11-ді басамыз, F11-де яғни сататын жері бар. Так, қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. F11-де деген не жақта достар? Доллардың суреті тұр, яғни Лас-Вентурас қаласындағы. Сол жерге баратын боламыз. Так, кеттік біз ендеше. Сол жерге жеткесін жалғастыратын боламыз. Ал ендеше кеттік достар. Бұны мен енді жету өте қиындау. Сол себептен сол жерден жалғастыратын боламыз. Мінекей достар, біз базарға да жетіп келдік достар. Мен жарты жолда өзімнің көрерменімді кездестіріп қалдым. Ол вертолетпен жүреді достар. Мінекей келе жатыр өзімнің көрерменім достар. Өте керемет көрермен екен достар. Мені сыйлап осы жерге әкеліп тастады вертолетпен достар. Так, мен қазір Nissan GTR-ымды сатайын деп жатырмын. Так, өте маған көмектесіп жүрген жігіт екен, өте бауырым достар. Так, мына жерден сататын боламыз өзіміздің. Так, налдайды, айтайын деп атыредім істейді. Так, мен секіріп кеткен екем. Так, 10 миллионға сататын боламыз достар. 10 миллион 500 мың ба? Так, 500 мың. Так, осылай подтвердит. Все достар, мінекей. Ағылайды. Тоқта дейді. Ау. Так, өзімнің көрерменімді кездестіріп қалдым. Кете берсін, номерді ұмытып кеттім. Ой, достар, мен көрерменім жақсы ештеңе етпес. Так, бүгін біздер керемет көлік алатын боламыз. Кеттік салонға баратын боламыз. Так, мына көрерменімен жетіп қалайын мен. Өзі апарып тастайым деп жатырған секілді достар. Бүгінгі бөлімде мен өзімнің подписчигімді кездестіріп қалдым, яғни өзімнің көрерменім достар. 001 деген көрерменім екен, өте керемет достар. Өзінің көлігі бар екен достар, Макларен деген керемет көлік. Ой-во достар. Брат дейді, налдайды. Қанша керек дейді. Мәс саған достар, бұл деген маған ақша бергісі келіп тұр. Йо-майо достар, менде бар дей салайын. Менде бар. Көреміз. Жетпей жатса көреміз. Так, кеттік, салонға кеттік. Так, банкте қалтада 83 мың бар достар. Йо-майо достар. Так, 83 мың достар. Бұл серверде достар айтайын. 50 миллион береді. 1 сағатқа 50 миллион береді екен. Оу, достар, бұл деген VIP па? Білмедім достар. Так, бұл телепорт істепті. Так, көреміз ал. Подписчигім деп жатыр. Так, көреміз ал достар. Бұл жерден қандай көлік алатын боламыз? Қандай көлік жақсы дейін. Так, көрерменіне сұрап көрейін, қандай көлік алайын. Ал, айтып көрейін. Сен айтшы. Соны алайын. Так, көрерменім бойынша Дивого дейді. Так, түсінбедім. Так, Дивого дейтін қандай көлік екен? Ой-бо, ондай көлік бар ма достар? Смело арнаға тіркеліңіздер, және де төменде лайк деген лайкты басыңыздар достар. Майбақ дейді. Ой-бо достар, 79 миллион дейді. О-майо, МЖ келік деген 80 миллион екен. Так, қандай көлік аламыз? Так, бауырымыздан сұрақ көрейік тағы бір. Bugatti Devor дейді. Мәс саған Bugatti дейді. О-майо, Bugatti дейді. Так, көреміз ал.
Bugatti ең қымбат көлік секілді достар. Көретін боламыз, Bugatti Devo дейді. Так, өте жақсы көлік деп жатыр, енді көрерменіміз айтуынша бойынша. Так, Devo дейді. Мынау Макларен емес, манаға Devo болып тұр ғой достар. 999 миллион дейді. Мәссаған достар. Қазір көретін боламыз, ақша қосып жіберші дейін. Ақша қосып жіберші дейін. Менде қазір қолымда 83 миллион. Айтайын, қолымда 83 миллион. Банкте 46 миллион жатыр, оны қазір шатастырып алмас үшін банкте тұра берсін деп ойлап тұрмын достар. Так, бұл жігіт қазір маған ақша берейін деп жатыр. Өзімнің көрерменім достар, ойлаңыздар. Өзімнің көрерменім ақша берейін деп жатыр. Ал күтеміз достар. Воу достар. Мынау дейді, вам переден. Ё-майо достар, бұл деген маған қанша миллион лақтырып жіберді? 80. Ё-майо, банкте қараңыздар, 96 миллион ба? Сонша жатыр ма? Ё-майо достар. Мен қазір қанша түсіріп алам сонда? 17 миллион түсіріп алатын болам достар. 17 миллион. Так, 17. Кішкене қуатыны бар осылай. Так, 3, 2, көреміз ал. Так, түсіріле ма? 16 миллион түсіріп алдым достар. Ё-майо достар. Рахмет. Көп рахмет бұл көрерменіме достар. Өте ризамын осындай көрерменім болса. Так, окей дейді. Так, көреміз ал. Бұл көрермен маған айтқан болатын. Devo деген машина ал деген болатын. Және де өзі ақша қосып жіберді достар. Көретін боламыз. Devo деген қандай ол айдап көретін боламыз. Шейронды білем. Ал бұл көлікті айдап көрген жоқпын достар. Ешқашан айдап көрген жоқпын. Так, көреміз ал. Ё-майо достар. Рахмет көп. Кеттік. Так, бұның қазір скорсын тексеретін боламыз. Кеттік, қасыма отыр бауырым. Ё-майо достар, бұл деген настройкасыз жыртып тұр достар, қараңыздар. Мен бір басқан сайын, ё-майо достар, бұған таңғалып жатырмын достар. Өте ризамын қасымдағы өзімнің көрерменіме кино түсірек дейді. Алдағы уақытта достар, алдағы уақытта кино түсіретін боламын. Және де бұл бала менің ойымды оқып қойған секілді. Жақында кино түсіретін болам достар. Оған балдар керек, яғни 15 жастан асқан, яғни понятиесі бар жігіттер болса, достар, понятие бар жігіттер болса, кино түсіруге қарсы емеспін достар. Егер де 15 жастан асқан жігіттер болса, менің дискордыма жазыңдар достар. Дискорд төменде жазулы болады. Сол ссылкаға кіріп, яғни группа ашып қоятын болам. Соған соғыңдар достар. Тек 15 жастан асқандар достар. Кино түсіретін боламыз. Так, бұл бауырымызды да қосып алатын боламыз. Так, бұның скорсын тексеруге ұмытып кетіппін. Қазір көретін боламыз. Так, бұл Devo деген қандай көлік? Ё-майо достар, бұл тартып тұр кәдімгі. Ё-майо. Мен кәдімгі клавиатурадан бір рет басқанның өзі бұл ұшып тұр достар, қараңыздар. Ё-майо, 500, 600, 700-ге дейін барады. Ё-майо, бұл ары қарай аса беретін секілді, яғни шегі жоқ не болатын болса, бұл ары қарай аса беретін болады достар. Өте керемет көлік достар. Осы көлікті алыңыздар, егер де 99 миллион ақшаларыңыз болса. Бұл серверде енді ақшаны тез жинауға болады. Бір сағатта 50 миллион ба сондай береді екен. Бак көрсетейін ба дейді. Артынан бауырым, артынан достар. Так, осымен біздің видеомыз аяқталды достар. Сіздерге видео ұнады десе, смело лайктарыңызды аямаңыздар. Және де төменде подписаться деген қызыл кнопка бар, соны басуды ұмытпайық достар. Арнаға жазылыңыздар. Егер де менің видеоларымды күнделікті көргілеріңіз келсе достар, осындай керемет видеолар көргілеріңіз келсе, смело арнаға тіркеліңіздер. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Давайте достар, аман сау болыңыздар. Давайте.